Біраз жастағы әйел мектепте оқитын балаға көңіл кетіп, онымен жақсы күндерді бірге өткізеді. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Кино Тайм каналы. Бүгін біз Класс деген фильмді талдайтын боламыз. Басты рөлде жоғары сыныпта оқитын Джонатан деген бала Гарвардқа түсу үшін уақытша бір академияға оқуға келеді. Оның жыбырлап қалған бір жерінде құрты бар Скип деген көршісі Джонатанды ең бірінші оқу күнінде қыздардың ішкі киімін алдап сұлтап кигізіп, далаға шығарып, оны ел жұрттың көзіне әбден мазақ қылады. Сөйтіп Джонатан қабырғаға өрмелеп, терезе арқылы бөлмесіне жынданып кірсе, Скип оған ашуланбауын сұрап, бұл ең бірінші күнде өтетін тексеріс деп, екеуі дос болып қалады. Бірақ кешегі күннен кейін Джонатан ел жұрттың көзіне әбден масқара болып, оны даже асхананың ішіндегі барлық жігіттер мазақ қылады. Сөйтіп көзіне жас алған жігіт жүгіріп қашып кетеді. Өз күнәсін түсінген Скип деген досы артынан барса, есікті ашып қалған кезде асылып қалған досын көреді. Қорыққанынан директорға барып, олардың барлығын шақырып келсе, ол жай ғана директордың суретін іліп қойған манекен екен. Сөйтіп Джонатан Скиптен өзінің кегін алып, екеуі жақын дос болады. Таңертең оларды өзінен директор шақыртып алып, екеуіне ескерту істейді. Егер тағы да қайталанатын болса, екеуің де академиядан қуыласыңдар дейді. Сөйтіп екеуі сабақтан кейін магазинге барып, 100 грамм шейік дейді. Ішкеннің барысында Скип оған мен адам өлтіргенмін деп, өз шындығын Джонатанды алдау үшін айтады. Оған сенген Джонатан өзінің құпияларымен бөлісе бастайды. Оның ең басты құпиясы ол пәк екен. Яғни ешқандай қыздармен жақын қатынасты болмаған екен. Сосын таңертең Скип досына, бүгін бізде бір жақын қыздармен жақсы қатынастар болады дейді. Сөйтіп, кездесу барысында олар машинамен қыздарды алып кетеді. Машинаның ішінде рақаттанып келе жатса, Джонатан қыздардың үстіне құсып қойып барлығын құртады. Келесі күні Скип өзін және Джонатанды 500 қыз тұратын факультетке жазып, оны сол жаққа алып кетеді. Жұмысты талқылап отырған кезде бір қыз жігіттерге сэндвич ұсынады. Бірақ жігіттердің арасында кеше қыздың үстіне құсып, қыздың көйлегін құртып қойған Джонатанды көріп, оның жыны шығып, бетінен бір-ақ ұрады. Джонатан құлап баратып, оның оң қолымен случайно қыздың көйлегін шетін жыртып алады. Сол үшін жаңағы қыз ұялғаннан кетіп қалып, ал директор болса жігіттердің барлығын факультеттен шығарып жібереді. Бірнеше күннен кейін Скип өзінің досына жақын қатынас үшін бір қыз тауып бергісі келіп, оған Чикаго қаласындағы бір жерге бар дейді. Және автобусқа билетін береді. Сөйтіп Джонатан жаңағы жерге барып, бір қызбен танысайын десе, тағы да ұятқа қалады. Сөйтіп көңілсіз отырған жігітке Эллен деген бір әйел келіп, қолындағы айнасын алып, мынаған қараш дейді. Жыны шыққан жігіт ең үлкен зданиенің үстіне барып секіріп өлемін деп кетіп қалады. Далаға шыққан сәтте такси ұстап, таксиға отырған кезде қасына жаңағы әйел келіп, мен жақсы жер білемін деп сол жаққа алып кетеді. Крышаға шыққан кезде жаңағы Эллен деген әйел жас жігітке жабыса бастайды. Сосын астына түсіп баратып, лифттің ішінде екеуі ұятсыз нәрсемен айналысады. Сөйтіп 3 күннен кейін Скип есікті ашып қалса, ыржиып мәз болып тұрған Джонатан келеді. Оның қолында қыздың түрсігі бар. Ол сонымен барлығына мақтанады. Сөйтіп, лифттегі сәттен кейін Джонатанның сенімділігі артып, ол барлығы үшін жақсы адам болып көрінеді. Ал кейбіреулер оны қызғанады. Сосын демалыс күні Джонатан тағы да Чикагоға барып, жаңағы әйелмен біраз көңіл көтереді. Сосын Джонатан жаңағы әйелге өзінің жақсы көретіндігін айтады. Әйел келесі демалыста Джонатанға, енді сенің үйінде болайық дейді. Бірақ ол әйел Джонатанды әлі мектептің баласы екенін білмейді екен. Джонатан үйім жоқ деп айтуға ұялып, мен келесі демалыста Нью-Йоркқа семинарға кетемін деп алдайды. Сөйтіп Эллен оны қолдап, бірге барайық дейді. Екеуі келіседі. Нью-Йоркқа келген кезде Эллен жігітке костюм әпергісі келіп, магазиннің ішіне кіреді. Жігіт үстіндегі киімін шешіп, жаңа костюмды көруге кірген кезде Эллен бағанағы киімнің қалтасындағы құлап баратқан қағазды көріп қалады. Ол жерде жігіттің туылған күні жазылып тұрған еді. Оның кішкентай бала екен деп Эллен кетіп қалады.
Сөйтіп Джонатан депрессияға түскен кезде оның досы Скип оны алып кетіп, тағы да көңілін аулайын дейді. Сосын оған каникулды бізбен бірге өткіз деп, оны өзінің үлкен үйіне бірге алып барады. Сөйтіп кешке жақын үйіне Скиптің анасы келеді. Оның анасы жаңағы Эллен деген әйел екен. Екеуі білдіртпеуі үшін бір-бірін танымайтын сияқты сөйлеседі. Кешкі асы тамақшып отырған кезде Джонатан көзінің қырымен Элленге қарап қояды. Ал Эллен болса сонша уайымдағанынан бір ыдысты сындырып алады. Сөйтіп түнде Эллен жаңағы жігіттің бөлмесіне келіп, одан кешірім сұрайды. Сол сәтте жігіттің бөлмесіне Скип келіп қалады. Бірақ Скиптің анасы тығылып, қашып кетіп үлгереді. Таңертең барлығы атпен шабуға шығады. Екеуі оңаша қалған кезде Эллен жігітке бүгін кетіп қал дейді. Ол кетіп қалады. Және артынан досы да бірге келеді. Сөйтіп кешке достарымен отырған кезінде Джонатанды телефонға шақырады. Ол жаңағы әйел екен. Эллен Джонатанға сен неге қоштаспай кетіп қалдың деп ренжіп, тағы да кездесейік дейді. Бірақ Джонатан маған енді қайттан хабарласпа деп телефонды қойып қояды. Достарының қасына қайтып келген кезде Скип хабарласқан кім деп сұрайды. Ал Джонатан болса оған өтірік айтып, маған анам хабарласып, итіміз өліп қалды деп алдап жібереді. Бір күні Гарвардқа түскен студенттердің тізімі шығады. Ол тізімнің ішінде Скип те болады екен. Оған қуанған Скип Джонатанға барып, кеттік жуайық десе, Джонатан оған менің уақытым жоқ, менің Чикагоға кетуім керек дейді. Скип оны ғашығымен жолыққысы келетінін біліп, егер тағы депрессияға түсетін болсаң, бұл жолы өзің шығасың деп алдын ала айтып қояды. Джонатан Чикагоға келіп, Элленмен бірге кездесіп, екеуі төсектес болған кезде оларға Скип аяқ астынан достарымен бірге келіп қалады. Оказывается, олар досының артынан аңдап, оған тосын сый жасағысы келген екен. Есікті ашып, төсекте анасымен бірге досын көрген кезде ұяттан жерге басын тыққан Скип машинасына мініп кетіп қалады. Сөйтіп Джонатан артынан барып, досына жағдайдың барлығын түсіндірейін десе, Скип оған өтірік түк болмаған сып жүре бер дейді. Бірнеше күннен кейін академияға Скиптің әкесі келіп, оған анасының психиатерапия курсын өтіп жүргенін айтады. Таңертең мектепке үлкен таңғы ас болады. Таңғы ас барысында директор жаңадан келген бір кісімен оқушыларды таныстырады. Ол кісі оқушыларды тесттегі алаяқтыққа кім барғанын білейін деп келген екен. Алаяқтық жолмен тапсырған жігіттің біреуі Джонатан еді. Бірақ оны білетін тек қана Скип еді. Сосын Джонатан Скипті айтып қояды деп қатты қорқып отырады. Біраз уақыттан кейін жаңағы кісі Джонатанды өзінің бөлмесіне шақырады. Оны тексеріп, одан ештеңе табылмайды. Одан кейін артынан сату Скипті шақырған кезде Скип досын сатқысы келмегеннен кейін жаңағы профессорге боқтап, кет деп өзі кабинеттен шығып кетіп қалады. Сосын Джонатан досының артынан барып, неге мені сатпадың деп сұрай бастайды. Ал Скип болса оған жауап бергісі келмейді. Сосын Джонатан Эллен жайлы әңгімені бастаған кезде енді түсіндіріп, ол жаққа жіберген именно сен ғой деп айтқан кезде Скип досының бетінен бір-ақ ұрады. Джонатан орнынан тұрып, артынан қуып, біз бәрібір осыны даканса шешеміз деп, сөйлесеміз деп, екеуі бір-бірін біраз соққылайды. Сосын Джонатан академияға өзінің бөлмесіне қарай қашып, есікті құлттап алады. Ал Скип болса терезеден кіріп, досын ұрамын деп қабырғаны бір-ақ ұрып, қолын ауыртып алып, екеуі жерде отырады. Джонатан досынан тағы да бір рет кешірім сұрап, оған Элленді маған сол кештен кейін тағы да 2-3 рет хабарласқанын айтады. Скип болса оған прикол ретінде ит өліп қалды ма деп айтып, екеуі күледі. Осымен фильм бітті. Достар, фильм ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, подписка істеңіздер. Келесі видеода кездескенше.